Баршаңызға сәлем, Нағыз дәм каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен американский панкейки жасаймыз. Осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Бізге 2 жұмыртқа керек. Оның үстіне 140 грамм шекерді саламыз. Жақсылап венчикпен немесе миксермен болсын, вилкамен болсын араластырып аламыз. Біз араластырып болдық. Енді үстіне 500 мг сүт қосамыз. Ендігі кезекте 400 грамм ұн қосамыз. Және 1 шай қасық разрыхлитель қостым сол ұнның ішіне. Осы ұнды жартылай бөліп кезекпен құямыз. Сразу салмаймыз. Бірінші 200 граммын, сосын тағы 200 граммын түйдіп араластырып аламыз. Түйіршек болмау керек. Осындай масса шығады, сгущенка тәріздес. Енді осының үстіне 3 ас қасық сұйық май қосамын. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Массамыз дайын. Енді қызып тұрған табаға осындай блинчик пісіретін теп-тегіс таба керек. Қыздырып қойып, май ештеңе жақпай, құрғақ күйінде осылай құйып аламыз панкейктерімізді. Өздеріңіз білесіздер, үлкен қылсаңыздар да, кішкентай қылсаңыздар да жұқалап осылай жайып аламыз. Газдың астын міндетті түрде баяу отта пісіреміз. Панкейкамыздың бетінде бір-екі тесік көрінсе, жаймен, аккуратно, лопатканың көмегімен аударып аламыз. Осылай міне 1-2 тесіктер шыққан кезде асты піскен деген сөз. Осылай жаймен, асықпай, лопатканың көмегімен ауыстырып аламыз. Осылай әдемі болып шығады. Мінекей, көп күтіп қалсаңыздар, асты күйіп кетеді. Осылай оп-оңай тез дайындалады. Жасап көріңіздер. 5-10 минут уақыттарыңыз кетеді. Осылай жұп-жұмсақ, балаларға өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер, ас болсын.